тозаңдандырып тұру керек. Себебі осылай еркек гүл, ұрғашы гүл деп гүл шығады. Міне мына гүл еркек гүл. Мынаның астында дөңгелегі жоқ. Астында дөңгелегі бар гүлдер болады. Қазір мен оларды көрсетейін тауып алсам. Мінекей. Мынау ұрғашы гүл. Мінекей. Сол ұрғашы гүлді ана еркек гүлден алып тозаңдандыру керек. Ортасына осылай тозаңын шашу керекпіз, бүйтіп қағып. Неге дейсіз ғой? Ол егерде күн таңертеңсін бірден ысып кетпей болса, андай салқын күндері болып тұрса, мына аралар гүлдерден алып тозаңдандыра алады. Мына асқабақтың бір ерекшелігі, ол ыстығынды ұнатпайды. Ыстығыны мына еркек гүлдер ауыздарын, жалғыз еркек емес, ұрғашы гүлді ауыздарын жауып тастайды күндіз. Сонан аралар бұны тозаңдандырып үлгере алмай қалып жатады. Кейде солай болады. Сол кездерде қарап жүресіздер, ол кезде жаңағы еркек гүлден алып ұрғашы гүлдің үстіне қағып тозаңдандырасыздар.